Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман? Бүгін сіздерменен гипергидроз, яғни шамадан тыс тершеңдік тақырыбын талдайтын боламыз. Гипергидроз өзінің аты айтып тұрғандай гипер көп, ал гидроз су деген мағынаны береді екен. Ол дененің кейбір бөлігінде алақан, табан, қолтық асты немесе үлкен тер қабаттары, яғни салмағы үлкен кісілерде қарынның асты деген сияқты, және де шап аймағының астында немесе түгелдей дененің барлық бөлігінде бір уақытта бірден шамадан тыс тердің бөлінуін айтамыз. Бұл әрине өз кезегінде патология болып есептелінеді. Ол тек физикалық қана емес, сондай-ақ адамға эмоционалды дискомфорт тудырады. Яғни көпшілік ортада мұндай тершеңдікке бейім адамдар көпшілік ортада араласып кетуге қысылады. Алақаны терлегіш болған адамдар кісілермен амандасудан қашқақтайды. Тағы да сол сияқты бірнеше келеңсіз жағдайлар орын алуы мүмкін. Тердің шамадан тыс көп бөлінуіне ең басты себептер ол қалқанша безі қызметінің бұзылысы болып саналады екен. Яғни гормоналды бұзылыстар осындай тершеңдік ауруына алып келеді. Сондай-ақ нерв жүйесінің бұзылысы, сондай-ақ инфекциялық аурулар және интоксикация, яғни адам организмінің қандай да бір от затпенен улануын айтамыз. Қалыпты жағдайда негізінде тер адамнан бөлінуі қажет. Ол адамның ағзасы үшін өте қажетті тердің бөлінгені. Оның қызметі денедегі артық суды сыртқа шығарады. Терморегуляцияны бір қалыпта ұстауға көмектеседі және сыртқы ортадан келетін зияннан қорғап отырады. Біз гипергидрозбенен қалыпты тердің шығуын қалай айырамыз? Егер күн ыстық болып, сіз терлеп отырсаңыз, онда ол норма болып есептелінеді. Ал егер сізде салқын немесе бір қалыпты температурадағы бөлмеде өзіңізді жайсыз сезініп, шамадан тыс терлеп, киіміңіз су болып, сондай жағдай орын алса, бұл гипергидроздың белгісі деген сөз. Сондай-ақ гипергидрозға әсер етуші факторлар ол жеке гигиенаны сақтамау, яғни уақытылы шомылып, жуынып тұрмау, синтетикалық киімдерді кию, яғни ауа өткізбейтін киімдерді көп пайдалану, сондай-ақ тым қалың киім киюде әсер етеді екен. Егер сіз өзіңізде гипергидроздың барын анықтаған болсаңыз, онда дәрігерге көрінуге кеңес беремін. Дәрігер сізді өз кезегінде эндокринолог және невропатологқа жібереді. Сондай-ақ сізге қажетті қан анализдерін тағайындайды. Гипергидрозды азайтуға немесе оның алдын алуға көмектесетін бірнеше ережелер бар. Ол ең бастысы гигиена ережесін сақтау, құрамында стабилизаторы, агрессивті қоспалары жоқ жуыну заттарын таңдағаныңыз дұрыс. Екіншіден, шылым шегуден бас тартқаныңыз дұрыс. Дұрыс тамақтану, яғни майлы, қуырылған, ысталған, тұзды тағамдардан бас тартыңыз. Киім және аяқ киімді дұрыс таңдау, яғни қысатын немесе синтетикалық киімдерден алыс болыңыз. Витаминдерді дұрыс қолдану, яғни В тобының және Д витаминін көбірек қолдану. Стрессті факторлардан алыс болыңыз. Ақпарат сізге пайдалы болды деген ойдамын. Подписаться бөлімін басып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз, және де менің келесі пайдалы видеоларымды көру үшін қоңыраушаны басып қойыңыз.